Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Тізгінін ұстаған болатын. О, жақсы мүмкіндік және 30 секундта Ақтөбе алға шықты. Бірден гол. Әләзиз Қамалов бұл голдың авторы. Ақтөбенің жастарына. Жас футболшы осылайша өз командасын есепте алға шығарды. Жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы атанған футзалшы оңға қарай. Асхат Көлбаев алға шығарып берді. Биел допқа шете алған жоқ. Нұрасыл Әбдірашидов тамаша ойнады. Енді Магомед Абдурашидов. Допты ойынға қоспақ. Тұлпардың екінші нөмірі. Тұлпардың жалғыз легионері. Пас беруде қателесті Иманалин. Соққы. Қайрат Иманалин. Ақтөбенің аңызы. Футзалдан аңызы кім десеңіз осы футзалшыны көрсетіңіз. Қайрат Иманалин есепті 2-0 қылды. Сол аяғымен дәл соққы Магомед Абдурашидов. Командасын құтқара алмады, тіпті доп тордан да өтіп кеткен. Руслан Бекбаев шыққан жоқ, қақпашы Аңсар Ахмет Кәрімов ойынға араласпады. Қалғандары аз-аздан болса да алаңға шығып тұрады. Алға Филиппиньоға пас. Филиппиньо Биелға. Биел! Есеп 3-0. Қанжығасын майлады. Бразилиялық легионер және чемпионаттағы 26-шы голын соқты. Үздік сұрмергендер тізімінде көтерілді. 28 жастағы бразилиялық. Кеше Тұлпарға қарсы дубль жасады. Оның алдында Атыраумен кездесуде бір гол соққан. Есеп 3-те. Дүйсенбе қайта шықты. Қақпаға жақындады. Ортаға пас және есеп айырмасын қысқарта алды Мәлібеков. Тұлпардың жастарына қанжығасын майлады. Міне енді тәуекел болмақ қазір. 3 минуттай уақыт бар. 5 ойыншымен шабуылдау расымен нәтижесін берді. Матчты өз жеңісімен аяқтаса 50 ұпаймен 5-ші орында қала береді. Ақ қызылдар Атыраудан 3 пайға қалып тұрады. Бірақ Атыраудың матчы азырақ. Қақпаға соққы Филиппиньо есепті 4-1 қылды. Тұлпарда үміт болды. Матч соңында интрига болды. Бәрін өлтірген, өшірген осы Филиппиньоның голы. Есеп 4-1. 3 минут уақыт бар матчтың соңына дейін. Әрине Тұлпар беріле қоймас. Соңына дейін таласар. Бірақ оңай болмайтыны бәсенеден белгілі. 5 ойыншы шығарудың жаман жері осы. Дүйсенбе ашық. Көкімбаев. Қателесті. Бока. Осы жерде гол соғуға міндетті болған. Және Бока есепті 5-1 қылды. Голға толы ойын кешегідей интрига аса қатты жоқ. Кеше 3-2 есебі тіркелген еді. Бүгін Ақтөбе Тұлпарды тасталқан етіп жатыр.